Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамаат, Алла Тағала баршаңыз басып келген қадамдары сауаптан етсін. Өздеріңізге белгілі болғандай, апталық дәріс қойылды. Аптаның әр күні мешітімізде дәріс бар, құптан намазынан уақытын алдын. Яғни намаз уақыты тағы да бекітілетін болады, сіздерге ыңғайлы уақытта. Құдай қаласа, мүмкін сағат 7-ге бекітетін шығармыз деп отырмыз, бірақ әлі нақты айтылады енді. Сол азаннан кейін дәріс, намазға дейін, иншалла, осылай күнделікті. Дүйсенбі күннен бастап, иншалла, бас имам, өкіл имам өзі Думан қажы Нәдірұл бастап сабақ беретін болады. Апта бойы сабақ бар мешітімізде, келіңіздер. Ал біздер өзіміздің дәрісімізде, иншалла, Аср сүресінен тәпсіріне келген екенбіз. 30 параның тәпсірі бойынша Аср сүресінің мағыналарына бүгін иншалла тоқталып, ашықтап өтетін боламыз барынша. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уәл-аср. Заман мен серт. Уақыт пен серт. Алдымен бұл сүре меккелік сүрелердің қатарынан. Алайда Ибн Аббастан риуаят етілген екен, бұл мединелік сүре дегенде пікір бар. Алайда көпшілік ғалымдардың пікірінде бұл сүре меккелік сүре. Уәл-аср. Заман мен уақыт пен серт. Ғасыр мен серт. Ғасыр деген сөз, яғни аср, ғасыр. Қазақ тілінде көп жерлерде жаңа әріптерді қазақ тілінде жоқ болған кезде не өзгертеміз, не алып тастаймыз. Мысалы, аср намаз дейміз. Аср намаз. Ғасыр дейміз. Сол аср деген бір сөз араб тілінде, екеуде дыбысталу бірдей сөз. Ғасыр дейміз. Немесе арш дегенде ғарш дейміз. Немесе илм дегенде ілім дейміз, немесе ғылым дейміз. Екі түрлі атаймыз. Сол бір сөз. Әжетхана дейміз, немесе қажет дейміз. Қажетімді өтеу деп айтамыз. Қажетімді өтеуге барып келдім. Негізі хаджа. Ха деген әріп қазақ тілінде жоқ. Не алып тастаймыз, не қыға айналып жүреміз. Солай. Сол ғасыр менен серт дейді Алла Тағала бұл аятта. Енді асыр деген сөз арабтың тілінде дәхр, яғни заман дегенді білдіреді. Яғни заман, көп уақыт, ұзақ уақытты білдіреді. Біздің жаңа санауымызбен бір ғасыр 100 жыл деген білдірмейді. Бұл жерде мәселе санаулы емес, бәлки не ұзақ уақыт, заман дегенді білдіреді. Енді қай ғасыр деген сұрақ туындайды? Алла Тағала уәл аср деген кезде алиф ламмен келтіреді. Әл деген артикль араб тілінде не белгілілікті білдіреді, не баршаны білдіреді. Ғалымдарымыз бұл екі пікірді айтқан. Барша заман менен серт деген. Кейбір ғалымдарымыз айтқан жоқ деген. Бұл пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығы келген уақыт. Сол заман, сол уақытпенен серт деп жатыр Алла Тағала. Өйткені дүниені күпірліктен құтқарып, тазартуға, таухидқа, сенімге, нұрға қарай тура жолға жетелейтін пайғамбар келіп, сол арқылы үлкен адасушылықта болған ширксіз, былайша айтқанда ғибадат қылмайтын қауым болды арабтар. Қандай бір амал қылатын болса, ширкпенен қылатын болды. Сондай қауымнан бастап Алла Тағала өзгертті. Күллі әлемге рахымды сол жерден бастап Алла Тағала жайды жіберді. Мінекей сол берекеге, нұрға, туралыққа бастаған ғасыр менен серт дейді. Яғни сол заман менен, сол уақыт менен серт. Және де аср деген сөздің араб тілінде тағы да бірнеше мағыналар бар. Күн мен түнді асрони дейді, екі ғасыр деп айтады. Яғни аср деген сөз уақытты білдіретін болса, аср намазының уақыты сияқты мысалы. Бір белгілі бір санды білдіретін болса, уақытты. Бұны қысқа деп те қолдануға болады, көп уақытқа да қолданған. Яғни бұл шектеусіз бір уақыт. Яғни арабтар оны қысқа мерзімге де қолданатын болған, бірнеше сағаттың айналасында күндіздің басы мен соңына деген сияқты, немесе ғасырларға қолданатын болған. Мінекей сол түнмен және күнменен серт дегенде де пікір бар екен. Яғни уәл аср күнмен және түнменен серт деген. Күндізгі және түнгі уақытпенен серт дегенде пікір бар екен. Немесе біздер жаңа айтып жүрген күндіздің соңғы уақыты. Яғни шамға дейінгі уақыт. Шамда түн басталады, түнмен келесі күн, келесі тәулік кіреді. Исламда. Яғни шам уақыты кірменен келесі күн кіретін болса, демек күндіздің соңы не болды? Аср уақыты болды, аср намазының уақыты болды. Мінекей сол аср намазының уақытымен де серт деген пікір бар. Яғни тәпсірдің
бірнеше жолдар бар екен. Алайда көпшілік ғалымдардың айтқан пікір, басым пікір, жаңа бірінші айтқандай, заманменен серт. Жалпы уақытпенен серт. Қай заман болсын, қай ғасыр болсын. Бұл негізгі пікір. وَهُوَ قَسَمٌ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى. Немесе жаңа айтқанымыздай асыр намазыменен серт дейді. Бұны Қатада келтіріп жатыр. Асыр намазының уақытымен серт. Сондай-ақ Мұқатилде осыны айтып жатыр екен. Себебі асыр дегеніміз бұл ортаңғы намаз дейді. Яғни көпшілік ғалымдардың пікірінде, Бақара сүресінде аят келеді ғой, жаңа хафизу аля салауати уас салатил вуста. Сендер намаздарыңа бекем болыңдар, және де ортаңғы намазға деп. Ортаңғы намазды Алла Тағала ерекшелеп тұрып айтты. Сол ортаңғы намаз қайсы деген кезде осы асыр намазы екендігі айтылған пікір, ол басым пікір. Демек, Алла Тағала намаздарды жалпы айтып, сол намаздардың ішінен және де ерекшелеп алып асыр намазын айтып тұрса, бұл оның абзалдылығын көрсетеді. Бір ауыздан, яғни асыр намазы ең абзал намаз күндізгі намаздардың ішінде деген пікір осыдан шығады. Енді қаза қылмау туралы ол басқа хадис. Жаңа хадисте келген, бәлкім оның риуаяттарында талас бар болса да, бірақ пайғамбардан сол хадис бекіген, риуаят етілген. Кімде-кім асыр намазын қаза қылатын болса, оның барша жақсылығы өшеді деген. Барша жақсылық сауап кетеді деген. Әлбетте бұл риуаятында тағы да айтамыз сөз бар, енді ғалымдардың ортасында пікір бар. Алайда, бұл мәселе және де әдейі қаза қылса. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және де хадис келген ғой, кімде-кім екі салқын намазды оқитын болса, сол жәннатқа кіреді деп. Ғалымдар түсіндірген, жаңағы жамағатпен оқитын болса, жәннатқа кіреді деп. Екі салқын намаз деген, яғни бардани деп келеді. Бұл жерде салқын деген қиыншылықты білдіреді дейді. Яғни екі қиын намаз деген. Таң намазы мен асыр деген. Барынша тырысу керек те, яғни жамағатпен. Және де асыр деген сөздің өзі, мынау қиыншылық, қысу деген сөзді білдіреді. Қысу деген сөз білдіреді. Қысылтаяң кез ғой, қазір жұмыстан шығып жатасың, айтесің, бүйтесің, үйге жету керек, бала шағаңды алу керек. Біздің өзімізде қысылтаяң уақытта. Барша ғасырларда сондай болғанда, ол қай заманда болсын, ол қысылтаяң уақытта, намазға қиын уақыт. Намазға қиын уақыт. Ең қиын намаздардың қатарына асыр намаз. Соны барынша тырысып, оған керісінше, жаңағыдай жамағатқа тұрысудың сауап көп болады. Жақсы. Асыр намаз дегенде де пікір бар екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткен сахих хабар бар. Ас-салатул уста, салатул аср деген. Ортаңғы намаз бұл асыр намазы деген. Яғни Алла Тағала ерекшелеп айтқан асыр намазы, ортаңғы намаз сол асыр намазы деген хадисте де бар екен. Иннал инсана лафи хуср. Енді заманменен серт. Расында адам баласы қасіретте. Хуср деген кему, қасіретке кету, төмендеу. Яғни мысалы хасара деген сөз бар, бизнесте жаңа неге ұшырау, банкротқа ұшырау, хасара. Қасірет. Қазақ тілінде оны қасірет деп аударамыз, хасара деген сөзден өзінен алынған. Бұл сөз жаңа айтылған серттің жауабы, яғни уәл аср, аср мен серт расында адам баласы қасіретте, өкініште, құрдымда, қайғыда. Ғалымдарымыз айтады, бұл жерде инсан деген сөздің жалпы кеп тұрғанмен, бірақ оның астарлы мағынасы ең бірінші орында, яғни бұл кәпірге қатысты деген. Расында кәпір өте үлкен қасіретте деген мағына шығады демек. Және Даххактан риуаят етілген, имам Даххак табиин көбінесе Абдулла ибн Аббастың шәкірті, сол кісіден риуаят етеді. Абдулла ибн Аббастың білімін алған, сол кісінің білімін көтерген кісі, сол кісіден риуаят етеді тәпсірді көбінде. Айтады, юриду жамаатан минал мушрикин. Бұл жерде Алла Тағала мушриктерден болған бір топты қалап отыр дейді. Кім десеңіз, Ал-Валид ибн Муғира, Ал-Ас ибн Ал-Ваил сияқты, ибн Ал-Ваил сияқты, Ал-Асвад ибн Абдул Мутталиб ибн Асад ибн Абдул Узза сияқты, немесе Ал-Асвад ибн Абду Яғус сияқты дейді. Мушриктерден болған бір топты көздеді дейді. Яғни бил инсани джинсан нас. Және де бұл аятта иннал инсана деген барша адам баласын қамтиды дегенде пікір айтылған дейді.
Яғни барша адам баласы қасіретте. Баршасы, толық ешқандай шектеусіз деген қасіретте. Лафи хуср, яғни ғұбын, алдануда. Қасіретте деген сөздің бұл жерде мағынасы алдануда дейді. Имам Құртуби айтып жатыр. Неліктен десең, адам баласы мына дүниеге алданып, бос уақытын жоғалтып қояды. Дүниеге алданып, денсаулығы бар уақытын жоғалтып қояды. Бүгінгі мен ертеңгісі тең болған, жаңа пайғамбар хадисін баршамыз естиміз ғой, тең болған адам қасіретте дейді. Яғни не? Мағбунун дейді. Мағбунун деген, яғни алданып қалған адам дейді. Біздер осы дүниемен алданып қаламыз, Құранды оқуға ұмтылмаймыз, ғибадатқа ұмтылмаймыз. Біздердің былайша айтқанда Алла тағаланың азабымызды тез келтірмей кешіктіріп қойғандығы және де біздің үмітіміздің көптігі біздер сол алданып қалуға апарады. Біздер үмітіміз көп, дүниеде ананы қылсам, мынаны істеп кетсем, бүйтіп кетсем, сөйтіп кетсем деген, яғни әмәл, үмітіміз көп, алға қоятын мақсат, дүниеви мақсаттарымыз көп. Содан болып біздер мына дүниеге алданамыз, осы дүниенің ішіне жүзіп кетеміз. Біздің азабымыз көзіміз алдында көріп тұрған кезде ешкім бұлай істемейтін еді. Алла тағаланың мейірімділігі себепті осылай біздер алданып қалады екенбіз. Лафи хуср, құрдымда немесе алдануда деген. Ибн Язид лафи шар, жаманшылықта деп тәпсірлеген. Лафи нақс, кемуде деп тәпсірлеген. Жалпы бұл мағыналардың баршасы енді бір-бірінен алыс емес. Немесе осы аяттың хусур деп оқығанда тәсілі бар екен. Лафи хуср деп оқыны, лафи хусур, яғни қасіреттерде, қасірет дейміз, қасіреттерде көпшілік түрде. Қасіреттерде, бір ғана қасіретте емес. Иллаллазина аману ва амилу салихати ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр. Алайда иман еткен, ізгі амал қылған, ақиқатты өсиет еткен, сабырға шақырғандардан басқасы дейді. Алла тағала демек осы 4 нәрсеге біздерді шақырып отыр. Неден құтылу үшін? Қасіреттен құтылу үшін. Өзіміз алданудан, дүниеге алданып қалудан құтылу үшін. Мына дүниеде жаңағы артынан ұмтылып жүріп, ертең өкініп қалмас үшін осы 4 нәрсеге Алла тағала біздерді шақырып жатыр. Енді жоғарыдағы аятта айттық, не ол мүшриктерге қатысты кейбір, не жалпы адам баласына дедік, жоғарыда. Расында адам баласы қасіретте деген, яғни кейбір мүшриктерге қатысты деп айтылған тәсіл бар еді. Енді мынау қалай болды деген кезде айтады, сол мүшриктердің ішінен иман келтіріп, жақсы амал қылып, тәубе етіп, яғни содан кейін барып сабырға шақырып, жаңа ақиқатқа шақырғандардан басқасы дейді. Ақиқатқа шақырып, сабырға келтіргендерден басқасы дейді. Не болмаса жалпы адам баласынан. Жалпы адам баласынан. Сол иманға келіп, ізгі амалға келгендерден басқасы дейді. Ва амилу салихат, ізгі амал жасағандардан, иман еткен және ізгі амалдар жасағандардан басқасы дейді. Әй аддул фараидал муфтаридата алейхим. Бұл жердегі ізгі амалдар жасау деген мағынасы, яғни минимальный, ең кемінде Алла тағала оларға бекіткен парыздарды орындағандар дейді. Және де бұл аяттың тәпсірінде бұлар сахабалар деп келтірген, қараңыз. Яғни ізгі амал жасағандар сахабалар, яғни ізгі амалда жоғары үлгі болғандар, бұлар сахабалар дейді. Бірде Убай ибн Кааб мынандай бір оқиғаны риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп Аср сүресін оқыдым дейді. Асрды оқыдым дейді. Кейін барып бұның тәпсіріне, Алланың елшісі, бұл аяттардың тәпсірі не деп сұрадым дейді. Асрдың тәпсірі не деп сұрадым дейді. Сонда айтты дейді. Ал-Аср қасамун миналлахи ақсаму раббукум би ахирин нахар. Бұл Алла тағаладан сендерге келген уәде, жаңағыда серт, Алла тағала күндіздің соңы менен, яғни аср намазының уақыты менен серт етіп жатыр дейді. Иннал инсана лафи хуср. Расында адам баласы толығымен қасіретте деген. Адам баласы қасіретте деген, бұл жерде әл-инсан деген сөз, әл деген сөз белгілілікті білдіреді деп тәпсірлеп жатыр. Яғни бұл Абу Жахл дейді. Иллаллазина аману дегені иман еткендерден басқасы деген, бұл Абу Бакр ва амилу салихат деген Омарға байланысты айтылған дейді. Яғни ізгі амал жасаушы деген, көп мұсылмандарға тигізген амал көп қой. Ва тавасау бил хаққи, ақиқатты өсиет еткендер дегенге
мысал ол Осман дейді. Ва тавасау бис сабр, сабырды өсиет еткендер дегенге бұл Али радиаллаху анхум аджмаин деген екен. Ва хаказа хатаба Ибн Аббас алал минбар мауқуфан алейхи дейді. Мінекей бұл сөзді Ибн Аббас осылай адамдарға не істеген, айтқан, уағыз насихатында осылай келтірген дейді. Мінберде тұрып осылай адамдарға уағыз айтты дейді. Және де имам Құртуби айтып жатыр, бұл риуаят осы Ибн Аббаспенен тоқталады дейді. Яғни мауқуф деген мәселе бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нақты айтты деп жеткізген мәселе бар. Немесе сахаби айтады, бірақ ол да ойынан құрастырмайды, ар жағында не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіген болу ықтималдылығы жоғары. Мауқуф деген осы пайғамбарымыздан естіген болу ықтималдылығы бар. Алайда Ибн Аббас өзінің сөзімен айтып жатыр. Пайғамбардан деп айтып нақты тізбекті риуаят еткен жоқ дейді. Түсінікті болған шығар, иә? Уатавасау, енді өсиет ету деген, яғни бір-бірін шақыру деген мәселе. Ақиқатқа шақыру, және сондай бір-бірін сабырға шақыру дейді. Сабыр, білесіздер, түрлі болады, сабыр деген күнәдан сақтануға сабыр ету керек. Күнәдан сақтануға да сабыр ету керек. Біреудің оған да сабыр жетпеуі мүмкін. Тіпті қазіргі ғасырда, қазіргі заманда барып жаңағыдай ипотекамен үй ала салған жеңіл, сен мұқтаж болып тұрмасаң да, бірақ солай ала салған жеңілді. Біреуге аренда төлеп жүргің келмейді өйткені. Күнәдан сақтану үшін де сабыр керек. Қиыншылыққа. Ипотека жаңа кредитпенен барып, жаңа автокредит ала салған жеңіл, оны шыдау үшін де сабыр керек. Мына дүниеде беріліп жатқан сынақтар бар. Сынақтарға да Алла Тағала қарсы, тағдырға қарсы тіл тигізетін сөздер айтып қоймай, тағдырға деген разылығымызды жойып қоймай сөздер айтпай шыдау, ол да сабыр керек. Немесе ғибадат құлшылыққа сабыр. Ғибадат құлшылыққа да сабыр керек. Адам баласын таң намазына тұру, жаңа асыр намазына келу, жұмыс шаруаң бәрін тастап, қиын, оңай емес. Бірақ соған сабыр керек. Мінекей сол сабырға шақыруда да аятта не істеп тұр? Пайғамбар Алла Тағала соған біздерге әмір етіп тұр, яғни. Соны біздерге бұйырып тұр. Демек, біздер мұсылмандар қай жерде жүрсек те иман ету мәселесі бар. Имандасу деген бар, мысалы дастархан отырып бауырларменен бір келдір, иманымызды арттыратын бір насихат айтайық деу. Ізгі амалға бір-бірін шақыру, ізгі амал бірімізді үйрету, бір-бірімізге үлгі болу. Немесе ақиқатқа шақыру. Бір бауырың қателесіп жатса, бауырым, мен сен бұлай, мынау ақиқатында мынандай іс, бұл бұлай, мынау тыйым салынған, мынау рұқсат деп айту. Бұл ақиқатқа шақыру. Әлбетте бұл жерде көркем мінез керек, ол жерде білім керек, ол жерде жеткізе алу керек. Тәсілін табу керек, жолын табу керек. Және де осы сабырға шақырушылардан болу. Осы сипаттарға ие болғандардан басқасын Алла Тағала заманмен ант етейін, уақытпен ант етейін, баршасы қасіретте деп жатыр. Демек, біздерге керек болған осы 4 мәселені, имандасуды, ізгі амалды, ақиқатқа шақыруды, сабырға шақыруды ешқашан ұмытпайық. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахумма роббана зидна илман ва амалан ва туқан ва ихласан би рахматика я архамар рахимин. Аллах.